Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, сіздермен оңай медицина. Бүгінгі біздің жалпы қарастыратын тақырыбымыз желкеге тұз жиналу. Жалпы тұз жиналғанын, яғни желкеге тұз жиналғанын біз қалай білеміз? Мойынның қытырлауы, қозғалуының қиындауы және бірден бұрылған кезде ауыру сезімі желкеге тұз жиналғанын білдіреді. Мұны дер кезінде емделмеген жағдайда соңы остеохондроз ауруына алып келуі мүмкін. Тұз жиналу уақытта жаста адамда таңдамайды, яғни ешқандай этиологиялық факторлар талғамайды. Кез келген жастағы адамды өз құрығына іліндіреді. Сондықтан да мойынға жиналған тұзды уақытында кетіруге қамдануымыз қажет. Желкеге тұз жиналу бұл бірнеше себептердің әсерінен, яғни ең біріншісі бұл семіздік, артық салмақ, қозғалыстың аздығы, бір орында тұрып жұмыс істеу, омыртқаның жарақат алуы, зат алмасудың бұзылуы, үнемі ауыр зат көтеру, жиі стресс алу, арқаға жүк арқалау, ұзақ уақыт ыңғайсыз жату, шылым шегу мен ішімдік ішу. Арқа омыртқаның қасаюы, дұрыс тамақтанбау себеп болады. Мұны емдеу ұзақ уақытқа созылады. Бұл дертке әсіресе кеңседе отырып жұмыс істейтіндер, тігіншілер шалдығады. Тұзды біртіндеп кетірмесе, омыртқа арасында жарық, ісік пайда болып, жүйке жүйесі нашарлауы мүмкін. Тағы да бір қайталап өтетін болсақ, мойынға тұздың жиналғанын қалай білеміз? Біз басты бұрғанда ауырсыну сезімі байқалады. Ауырсыну бастың артқы жағына, иыққа, құлаққа таралуы мүмкін. Кей жағдайда қабынған жүйке ұштарына байланысты ауырсыну тіпті қолға да өтеді. Басты бұрған уақытта сықыр естіледі. Бұрған жағдайда біреу шерткенде әсер алады. Құлақтан шуыл естіледі. Әсіресе төсектен тұрған кезде құлағыңыз шуылдауы мүмкін. Оған қоса басыңыз айналып, көзіңіздің алды қарауытады. Бұл бірнеше секундтан минутқа жалғасуы мүмкін. Көру қабілеті төмендейді, тұздың әсеріне көзге қажетті қан мен оттегі жетіспеуі мүмкін. Жүрген кезде аяғыңыз бірден ұйып қалуы мүмкін. Қан қысымыңыз көтеріліп, жұмыс істеуге қабілетіңіз нашарлайды. Міне, осының барлығы мойынға тұз жиналғаннан болады. Мойынға жиналған тұздың қауіптілігінен бас миы, есту және көру қабілеті төмендейді. Оған қоса құсу, қан қысымының көтерілуі, есте сақтау қабілетінің төмендеуі, ақыл-естің кемуі пайда болады. Бұны емделу жолдарына көз жүгіртетін болсақ, мойынға жиналған тұзды кетіруге болады. Бірақ та ол айлап, жылдап жиналған тұз, тек ол 7-10 күндік ем-дом жасалғаннан кетпейді. Яғни бұған өте көп, яғни айтарлықтай уақыт қажет. Сонымен қатар күтім, дұрыс тамақтануда маңызды рөл ойнайды. Дәрігердің қарауында ем-домдар жасалу керек. Алдыменен бұлшық еттің ауырғанын басатын дәрі береді, мойынның қан айналымын реттейді, омыртқаның жағдайын жақсартады, зат алмасуды қалпына келтіреді. Бұл үшін тек дәрі ішу жеткіліксіз. Мейлінше жиынтық ем алу керек, яғни комплексный лекарстволар алу керек. Тұзды кетіруге физиотерапиялық ем керемет көмектеседі. Оған қоса компресс, сосын маздың да көмегі бар. Сіздермен бірге болған қиын тақырыпты оңай тілмен түсіндіретін оңай медицина. Барлықтарыңызға сәттілік. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Оқуда жемісті болыңыздар.